Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз қазақ әдебиеті сабағынан сіздермен Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» әңгімесімен танысатын боламыз. Оқу мақсатымыз әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау және әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Жалпы әңгімемен таныспас алдын автормен қысқаша танысып өтеміз. Нұрдәулет Ақыш танымал қазақ жазушысы, журналист, 1950 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Маңырақ ауылында дүниеге келген. Ол қазақ әдебиетінің проза саласын зерттеп, ғылыми еңбектер жазған қаламгер. Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» әңгімесінде отбасы, ұшқан ұя, жылылықтың мекені екені, отбасындағы әке-шешенің, ата-әженің орны туралы ой толғайды. Әңгіменің қысқаша мазмұнымен танысайық. Үйдің ішін астан-кестен етіп шулаған екі қызының «Келіңдер, ертек айтып берейін» деп тыныштыққа шақырған әке қыздарына түрлі ертек айта отырып, ертегі тыңдауға дәндетіп алады. «Папа, сіздерге ертегіні садикте үйретті ме?» деген Аяның сауалына «Жоқ, Аятай, мен ертегіні әжемнен үйрендім. Мені бағып қаққан сол кісі» деп жауап бергенінде қыздары «Әже деген кім? Ол кісі қандай болады?» деген сұрақтың астына алады. Жалпы әженің ғана емес, қарт адамның мейірімін көрмей өскен қыздарына жер-көкте жоқ керемет адам ретінде суреттеп береді. Ол мейірімді де ақылды адам. Ешкімге ешқашан ұрыспайды. Жұрттың бәрімен «Қарағым, айналайын» деп жылы сөйлесетін иман жүзді қария. Өзі ылғи шаруа істеп, күйбеңдейді де жүреді. Тіпті ештеме істемеген күннің өзінде ұршық үйіріп отырады. Енді қыздары осындай нағыз әжені көрсетуді талап ете бастайды. Бұл оңай шаруа емес еді. Себебі өз анасы, әжесі дүниеден озған. Таныс адамдардың әжелері де жас еді. Бір күні сәті түсіп, жолдасының үйіне анасы, яғни балаларының әжесі келеді деген хабарды естіп, көптен күткен әжені көрсету бақыты туады. Бірақ ол әже қыздардың қолындағы әже де емес, жаңашыл әже екен. Өзі ертегі білмейді екен. Шығарма соңы әкесінің басқа нағыз әжені көрсетуге берген уәдесімен аяқталады. Әңгіменің тақырыбы отбасы, ұшқан ұя жылылықтың, мейірімділіктің мекені екендігін көрсету. Әңгіменің идеясы әженің қасиетті жан екенін сезіндіруге, ардақтауға бағыттау. Балалар, енді біз әңгіменің қысқаша мазмұнымен танысып өттік. Енді суреттерге қараймыз. Қандай айырмашылық көріп тұрмыз? Қыздардың әкесінің суреттеген нағыз әжесі және бұл қазіргі кездегі әжелер. Енді біз салыстырамыз. Салыстыруды біз әңгіменің ішінен дәлелдер келтіре отырып көрсетеміз. Әңгімедегі қыздардың әкесінің айтып отырған әжесі, әже деген сендер сияқты балалардың папалары мен мамаларын тәрбиелеп өсірген кісі. Өзі мейірімді, ақылды, ешкімге ешқашан ұрыспайды. Ұрса қалса, орнымен теріс қылығыңа өзің ұялатындай етіп ұрсады. Өзінің үні де, қолы да, көзқарасы да жұмсақ. Жұрттың бәрін «Қарағым, айналайын» деп жылы сөйлесетін иман жүзді қария. Өзі ылғи шаруа істеп, күйбеңдейді де жүреді. Тіпті ештеме істемеген күннің өзінде ұршық үйіріп отырады. Ал қазіргі әжелер жолдастың анасын сипаттауынан: шешей қала адамдарының ортасында, салтанатты дастарқанның басында, еш қысылып қымтырылмай, екі жағына кезек сөз тастап, баласы қатарлы зиялылармен оңай тіл табысуда. Жалпы өзін ұстай білуінен ақ шешейдің көрегенді, заманауи, мәдениетті жан екені аңғарылады.
жарықтық. Біздің әжелеріміз бұл кісінің қасында түк қызық көрмей, бос өткен екен ғой әншейін. Жалпы екі әжені салыстырдық. Енді біз ұқсас жақтарын қарастырамыз. Ұқсастықтары әжелердің барлығы да мейірімді болып келеді. Ешқашан ұрыспайды. Ал енді біз әңгімені зерттейміз. Әңгімеде қыздардың әкесі қыздарына ертек айтып беру арқылы отбасы құндылықтарын олардың бойларына сіңіру болатын. Құбылысымыз нағыз әжені сипаттау. Нағыз әжені сипаттауын біз қай жерден көрдік? Жұрттың бәрін қарағым, айналайын деп жылы сөйлесетін иман жүзді қария деп сипаттауынан көрдік. Енді жалпы әңгімеде қыздар нағыз әжені іздеуі, нағыз әжені көру үшін қонаққа баруы, әкесі досының анасын көрсетуі, қыздардың нағыз әжені әлі де іздеуі, бұл шығарма осылай өрбиді екен. Нәтижесі қыздар әкесі айтқан нағыз әжені көрсетуін өтінуі, әкесінің нағыз әжені көрсетуге уәде беруімен аяқталады екен. Тек қана бұл әңгімеден ғана емес, жалпы әже дегеніміз ол қоғамда үлкен рөл атқаратындығын барлығымыз білеміз. Соның ішінде қазақ әдебиетінде ақын жазушылардың тағы да мысал келтіре өтейік. Мұқағали Мақатаевтың әже туралы өлеңін еске түсірейік. Әже, сен бірге жүрсің меніменен, өлігемен өзіңді телімегем. Ақ кимешек киген бір кемпір көрсем, ақ кимешек астынан сені көрем. Өңі түсі өзіңнен бір аумайды, немересін ертпесе жүре алмайды. Таныс дауыс, таныс сөз, таныс мәсі, көзіме оттай басылып алаулайды. Аппақтығы ұқсайды әрініңде, әжімің де аумайды тәлімің де. Бұлар да бабасынан алып қалған өз жұртының дәстүрін күзетуде. Әже, сен бірге жүрсің меніменен, өлігемен өзіңді телімегем. Ақ кимешек көрінсе сені көрем, ақ кимешек жоғалса нені көрем, деп аяқталады екен балалар. Үй жұмысына сендер өз әжелерің жайында есте жазатын боласыңдар. Менің әжем деген тақырып қоясыңдар. Ал сабақ сендерге түсінікті болса балалар, онда сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңдар балалар.